Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл соққы лайф YouTube арнасы бірден Эмирейт стадионында Ермұхамед Мәулен көкемізбен сөйлесіп, матчтан кейінгі ыстық реакциямызды ұсынғымыз келіп тұр. Жалпы матч өте қызықты өтті, тартысты өтті деуге болады. Жалпылама 90 минутты алып қарайтын болсақ, Арсеналдың гол сала алмай қалған мүмкіндіктерін туралап жинап кесіп хайлайтс жасайтын болса, мысалға режиссер адамдар, оларға өте қиын болатын сияқты, қайсысын таңдаймын, қайсысын аламын деп. Сондықтан шамамен бір 14-15 минуттық видео шығатын еді деп ойлаймын, таза Арсеналдың қауіпті шабуылдарын есептейтін болсақ. Және бірінші таймда мені қатты таңғалдырған бұл Луиш Мата және оның қасындағы Жоржиньоның сол қапталда қорғаныста ойнауы болды. Расын айтқанда, ол білмеймін, мен жалпы футболда енді бар ғой, бір футболшы мықты болған кезде қапталда, мынау енді Мадуэке ма жаңағы? Нони Мадуэке. Соның қапталында Луиш Мата қатты қинала бастады. Сондықтан оны алдап өтіп кеткен жағдайда Жоржиньо оны сақтандырып тұрады деген әңгіме ғой енді, былайша айтқанда. Сол үшін Рафаэль Оразбахтен осылай пайдаланды деп ойлаймын, және Жоржиньо бұл справился. Қолынан келді демексіз. Осыны ақтарды. Енді мынау жылжымалы студия дегенде бір түсіндіріп кетейін деп жатқаным ғой, матчқа тоқталудың алдында. Біз арнайы Лондонға келдік, осында Эмирейт стадионында матчты тамашаладық. Ерекен қазір осы ойынға Арсенал Қайрат арасындағы матчқа қатысты пікірін білдіреді. Есеп 3-2. Фон Тим арнасында біздің достарымыз ол жақта енді отырып, кәдімгі студияда, жылы студия, білесіз ғой өзіңіз. Сол жақта Дидар Есемов, Бексұлтан Кеулімқос және Ерсін Ерік үшеуі бүкіл матчтарға тоқталып кетеді. Ал мен осы мүмкіндікті пайдалана отырып, ағамды шақырып ұстап алдым ғой енді сізді кішкене пікір. Тамашамен көрдің бе, Арсеналдың бүкіл жазулары тұр. Артымызда Месут Өзіл стадионның астында отырмыз, күшті жер. Сол Фон Тим арнасына сілтемені қалдырып кеттік, кіріп тіркеліп, ол жақта хайлайттар мен видеоларды көре аласыздар. Ал біз енді асықпай сіздің пікіріңізді есту үшін отырмыз ғой осы жерде. Қызық болып тұр. Бірінші матчтың алғашқы минуттары өте ауыр басталды негізі Қайрат командасы үшін. Жылдам гол салынған кезде, ең бірінші ол артына мен қазір футболда айтады ғой, крышка ашылып кетті деп. Сіз айттыңыз ғой соны? Қақпағы ашылып кете жаздады. Енді Қайраттың қақпасы жалпы ашылып кетсе, Арсеналдың шабуылшыларынан ұят кетейін деп тұрған негізі. Оны ары қарай топырлап 4-5 гол соғып кете ма, өте ауыр болып кете ма, ауыр жағдай болып кете ма деп мен ойладым. Өйткені мен ондай футболды Қазақстан құрамасының орындауында, қазақстандық командалардың орындауында көп көргенмін негізі. Біз бірге Спортинг Қайрат матчын көріп едік қой. Сіз осылай қақпаға ашылып кетті дегеннен кейін ізін ала голдар кірген. Тура сол сияқты. Бірақ бұл жерде құтқарған жағдай Жоржиньоның шабуылға араласып, оны жаңағы Рикардо Каляфиори ұстап қалып, сары қағаз алып, жоқ жерден пенальти алып келген. Жоржиньоның айқайлағаны, мінекей төреші неге қарамайсың, ол VAR қарап келіп, мінекей пенальти берді, Жоржиньо өзі тепті. Осы оқиға кішкене сенімділік берді Қайрат ойыншыларына, және ойынның біршама уақытына, шабуылына тойтарыс берді. 20-25 минуттай Арсенал гол сала алмай жүрді одан кейін. Яғни бірінші таймдағы жаңағы 2-3 мүмкіндігін сала алмады, қиналып бара жатты. Мен ойлағам, қазір 1-1 нәтижесін бірінші таймның 45 минутына дейін осы күйге сақтап қалсақ, Қайрат екінші таймның біраз уақытын гол жібермей тұратын. Түбі ұтылатын, в принципе, бәріміз білдік қой негізі. Ол енді Арсеналға қарсы тең нәтиже ойнап 3-3 болып кетті деген сияқты нәрсеге ешкім сене қоймас. Жалпы сондай. Енді Кай Хаверстің тәжірибелі ойыншы, Чемпиондар лигасының финалында гол соққан футболшы ғой, енді қанша дегенмен қазір негізгі құрамға оралып, Арсеналдың мықты ойыншыларының біріне айналып келе жатыр. Одан кейін Габриэл Жезустың шығуы, әсіресе Мадуэкен қатты ойнауы, бүгінгі ойында расын айтқанда норвегиялық Нөргер деген қалай керемет ойнап шықты. Негізі ортада басқа адамдар еді ғой жаңағы ойнайтын жігіттер. Ротация жасады кішігірім, бірақ енді Рикардо Каляфиоридің алып дәуденелі қорғаушының енді масқара деңгейі көрініп тұр енді. Және бірінші таймда Эдмилсонның баспен бір таласқан эпизоды болды, допты бір рет қана жеңді. Басқа бір мәрте аспандағы допты Қайрат командасының ойыншылары жеңе алмады. Біз осыны есептеуіміз керек, өйткені Луиш Мата, Жоржиньо,
Бой қысқа футболшылар, жаңағы Сороки мен Мартинович сияқты бойы ұзын адамдар өте аз. Шабуыл шебінде жалғыз Эдмилсон. Оның өзі жеңіп жатқан жоқ. Дастан Сатпаев жарақаты болмағанда шыққанда да оның да бойы ұзын емес мысалы. Иә, ол сондықтан өте қиын. Жермен ойнауға тырысатын еді ғой енді. Эдмилсон болған лақтырып жатыр, көтеріп жатыр, басқа шығарып жатыр. Болмады. Онда енді баспен өтпей жатса жермен ойнауға тырысу керек. Жермен ойнау үшін де керемет үйлесімді пас алмасу керек, жылдам пас алмасу керек. Ондай жоқ. Сондықтан бармен базар негізі. Ал енді екінші таймға тоқталатын болсақ, екінші таймда кішкене сенімділік пайда болды. Біз жаңа көріп отырмыз, Громыко мен Рикардиньоның алаңға шыққаны негізі кішкене өзгеріс берді, және Рамазан Бағдат деген жаңа жас жігіт, өте ірі денелі, дәу, осындай жігіттерді шығару керек еді. Сол өте жақсы ойынға қосылды. Біз енді қазақстандық жанкүйерлер қазір өздері де сынап жатқан шығар деп ойлаймыз. Енді матчтан кейін енді шықтық, әлеуметтік желіні оқыған жоқпын, бірақ бүгінгі матчтың ең нашар ойыншысы бұл біріншіден Эдмилсон, шабуыл шебінде 0, ешқандай коэффициент жоқ. Қорғаныстағы жігіттер өте керемет ойнады. Енді ең қатты шаршаған тілдер салақтап кеткен жер деп ойлаймын жаңағы. Әсіресе Сорокин мысалы соңғы 75-ші минутта беріп жатқан кейбір пастар миына кірмейтін нәрселер. Қарапайым аутқа тебе салып жатыр. Ми істеп жатқан жоқ, аяқ шыдап жатқан жоқ мысалы. Оны да түсінуге болады енді. Так, одан кейін Рикардиньо жақсы кірді, және сол белсенділігінің арқасында гол соғып кетті. Ода тағы бір мүмкіндік болған, негізі мүмкіндік шығарып алуға. Оған кішкене сенімділік жетіспеді. Рамазан Бағдат қалай керемет шықты, және менің айтуымша сол Громыконы елдің бәрі сынайды ғой, Жоржиньо екеуі бүгін жақсы ойнады. Аяқ жағында нүктесін жақсы қойып кетейін деді ғой. Громыко бір рет соққы жасады, Жоржиньо да в принципе жалпы жаман емес, сол голды жасаған сол ғой, бірінші гол. Сондықтан екеуіне бір жақсы деген баға қойғым келіп отыр, ал керісінше Эдмилсон кішкене сәл әлсіздеу ойнады. 3-2 деген есепке біздің реакциямыз қандай болу керек? Бұл енді Құдай бере саған нәтиже, сондай бір сәттілік жолдас болды, бір бағымыз жанды, өзі 3 шабуыл жасап 2 гол салу деген енді. Бұдан басқа не айтамыз? Мынандай нәтижеге қой сойып Құдай тамақ беруге болады менің ойымша. Негізі 4-1, 5-1 деген нәтижеге логикалық тұрғыда келе жатқан ой негізі. Соған келтіретіндей еді. Бірақ енді жаңа көріп отырсыздар, Мадуэкенің 3 метр жерден аспанға тепкен, Өдегардың істегендерін көріп отырсыз. Анау Мартинелли деген хет-трик жасайтын мүмкіндігі болды. Айдын шығып, тепкені Темірлан тосқан жоқ, тоспағанын айтып отырмын. Сыртқа кетті. Біреуін былай қарай алдаған кезде каким-то образом Темірлан атып шықты да, оны бұрыштамаға жіберді. Ал бұрыштамалардың саны 11 болды. 11 бұрыштама деген енді менің ойымша бірдеңені айтып тұрған шығар деп ойлаймын көбінесе. Сен түсінеміз ғой, деңгей әртүрлі, және матч алдында 0-5 болады, ойбай 0-8 болады, Арсенал қандай құраммен шықса да Қайратты талқандап тастайды деген әңгімелер көп айтылды. Бірақ есеп 3-2. Дегенмен жеңілістің аты жеңіліс қой енді ол. Сонда түсінбей тұрмын да, бұл 3-2-ге қуанып жатқан адамдардікі дұрыс па? Біз осы 2 гол соқтық, Эмирейтс стадионда. Қазіргі реалиде, әрине. Мен қуанып отырмын мысалы. Қайрат өте тамаша, 2 гол соқты. Арсеналды Қайратты жалпы Қазақстанның басқа да командалар жақын арада 10 жылдықта жақын алдағы болашақта ешкім жеңбейді. Ол 100% нәрсе. Астана аренада да жеңбейсің, мына жақта да жеңбейсің. Ол мүмкін емес нәрсе. Так что 2 гол ұру, Эмирейтске келіп, Арсеналды бір кішкене бір жыбырлатып қою, жүйкесіне бүйтіп тиіп кету, бұл өте тамаша. Эмирейтсте онша-мұнша 2 гол жібере бермейді Арсенал. Жалпы Арсенал осы чемпиондар лигасында өзі 2 гол жіберген. Оның бірін Интер соққан, оның Бавария, Карл, біреуін Лаутаро Мартинес соқты. Сондықтан бір күнде 2 гол жіберді. Қазір менің ойымша Артета ұрысып жатқан болуы мүмкін, арғы есік жақта қазір естілмеген дауыс. Сұрайықта деп. Қасымызда отыр мына жақта. Не масқара жігіттер деген шығар. 36-шы орында тұрған команда Эмирейтске 2 гол ұрып жатса, жынсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар? Расслабон поймали деп шапалақ ұрып жатқан болуы мүмкін мысалы. Мен мысалы сөйтіп. Жалпы енді мына чемпиондар лигасының түбінде алып қараған кезде Қайрат командасы бірінші рет қатысып отыр, дұрыс па? Иә. Өмірінде бірінші рет шықты, бірінші рет матч ұйымдастырып көріп жатыр. Стадионды ана жаққа көшірді, мына жаққа көшірді. Не істерін білмей қазір жынданып жатқан шығар деп ойлаймын да, мысалға. Үлгермей жатыр. Тәжірибе ғой, бірінші рет. Астана футбол клубы ойнаған кезде де кішігірім осындай сәл бардақтау нәрселер болған. Оны біз енді ұмытып кеттік қой. Тура осыны ұмытып кетеміз. Тек Википедиядағы, майскордағы нәтижелер ғана қалады.
енді 10 жылдан кейін біреу қарайды, Арсеналмен 3-2 ойнаған екен ғой кезінде Қайрат дейді. Мықты болған ғой деп. Иә, мысалы да. Бір гол жетпей қалыпты ғой дейді. Нәтиже остается в тарихе. Рас, шынымен де. Сіз Рафаэль Оразбахтинді осы уақытқа дейін сынадыңыз ғой. Ауысулар жасағаны қате еді, иә мынау. Сол райыңыздан қайттыңыз ба, әлі солай ойлайсыз ба? Жоқ, райымнан қайттым, иә. Только дурак не меняет свое мнение дейді ғой. Мен мнениемді өзгерттім. Қазір Рафаэль Оразбахтин жақсы замендер жасап жатыр. Бірақ енді ол да өзгертті қойсаңшы. Керемет бапкер болып кетті деп мен оны айта алмаймын, мысалы да. Ол өзінің деңгейінде әйтеуір. Ол да тәжірибе ғой. Ол Интерге қарсы ойнады, ол Спортингке қарсы ойнады. Сөйтіп біртіндеп өседі. Келесі жыл Чемпиондар лигасына шықса, ол уже әжептәуір жақсы бапкер болып қалуы мүмкін. Мысалы да уже білет Чемпиондар лигасы деген мынандай бір ошибкамен бір нәрсе істеуге болады, жатып алуға болады, кетуге болады, қинауға болады, бұрыштама көтеруге болады деген сияқты сондай нәрселерді біле бастайды. Ол енді тәжірибесіз ғой. Бірақ енді ана 97-ші минутқа дейін замен жасамай отыру, Селтикке қарсы ойында Дастан Сатпаев жолтый алып, содан келесі матчқа қатыспауына, сол ойында егер шыға алмай қалғанда басты кінәлі адам сол Оразбахтин болатын. Төбе бірақ шықты, пенальтиден өтті, Құдай берді, мысалы оны білмей кетті. Одан кейін Пафоспен ойнап жатқан кезде 4-ші минутта төреші қызыл қағаз беріп, Пафостың ойыншысын қуған кезде 92-ші минутта ойын бітуге 1,5 минут қалған кезде Рикардиньо заменге шығады. Бәлкім ертерек шыққанда бүгін сияқты гол соғып кетіп, ұшпай болар ма еді қалды. Футболист издевательство дейтін футболда. Футболистпен издевательство ету. 1,5 минутқа не деп шығады, ол душқа түсе ме, түспей ме деген сияқты. Сондықтан бүгін міне заменді жасады. Мен енді тағы да айта аламын, өте жақсы, Оразбахтинде деңгей өсті, бірақ біткен іске сыншы көп. Тағы да бір сын айтуға болады. Менің ойымша, 75-ші минуттарда уже 3-1 болып, тағдыры шешіліп, нүктесі қойылып қойған кезде матчтың Рамазан Бағдат, Исмаил Бекболат, жаңағы отырған жастар бар ғой академияда, солар топырлап шығару керек еді. Бір Арсеналды көрсін, сезінсін, Эмирейтсте футбол ойнасын, өмір бақиларына кәдімгі жететіндей әңгіме болсын деген сияқты. Сондай бір 10 жылдан кейін кім біледі, мысалы Рамазан Бағдаттар АПЛ-да ойнаса, Габриэль Жезустар КПЛ-да ойнаса. Әрине. Мүмкін ғой, қазіргі лиде сондай болып жатыр ғой. АПЛ жеңген адамдар Қайсарда ойнап жатыр қазір деген сияқты. Ол Жезустардың деңгейі түседі, КПЛ-дің деңгейі өседі. Бір жақта түйседі. Әлбетте, мен жаңа байқап қалдым, Әділет Сәдібеков мысалға мектепті алтын белгімен бітірген дейді ғой, өте сондай білімді азамат. Ағылшыншада күшті сөйлейтін сияқты, Деклан Райс екеуі кәдімгі класстастар сияқты сөйлесіп тұрды ғой. Кай Хаверс екеуінің сөйлескен теледидардан да көрсетті ойын. Мен енді стадионда отырдым да, монитордан көрмедім. Өте жақсы ағылшынша сөйлеп, коммуникация жасап, осындай жасап жүр. Өткенде гол соқты, мінекей тамаша. Негізінде мен саған айтайын, 2 гол артық болып кетті ғой, енді қақпасынан жібергені ше. Қайраттың әйтпесе 35-ші орын алатын еді. Вильяреалдан 2 доп айырмасымен жеңіліп тұрмыз. Осындай жағдай. Жалпы бірінші рет қатысып жатыр, осындай деп біз қазақи осындай пікірмен жауап тастауға болады. В принципе, жалпы жаман емес негізі. Қазақ футбол үшін осындай Чемпиондар лигасына енді айтып отырмын ғой, 10 жыл болған ба, Астанадан бері ешкім шыққан жоқ. Шығып, мына топтық кезеңде ойнап, оны Интермен ойнап, Арсеналмен ойнап, Реал Мадрид Алматыға келіп жатыр. Кәдімгі бір серпіліп тастады. Ендігі мақсат. Осы енді келесі тағы 2035 жылды күтіп отпауымыз керек. Келесі жыл міне ізін суытпай 2026-27 жылы маусымда Қайрат тағы шығу керек. Мақсат сол. Шықпаса біз уже меже төмендемеу керек. Биік болу керек. 100% бетонды түрде ол алматылық Қайрат шығу керек. Чемпиондар лигасына. Осы Қайраттың өткен ойындарын есептейтін болсақ, Пафосқа қарсы матч бар 0-0. Және қай ойында біз ұпай ала алатын едік негізі? Пафос жеңу керек еді. 3 ұпай. 10 адамға қарсы ойнаған ойынды. Сол айтып отырмын ғой, Рафаэль Оразбахтиннің қателігінен болған матч. Енді 1 ұпай алдық, әңгімесі жоқ ол енді 10 адамға Кипр ең әлсіз команда біздің көршілесіміз былайша айтқанда. Біреуге әлсіз дейтіндей жағдайда емеспіз. Деңгейлес. Бірақ олар 9 ұпай. 1 гол ұрсай, 1 гол ұрсаң болды ғой. 3 ұпаймен қазір 4 ұпайымыз болды әңгіме мысалға. Басқаша 3 ұпай енді 2 ұпай қосылатын деген ғой. Сол бар мысалға Копенгагенмен біз сыртқа түсіп қалдық өкінішті. Брюгге қазір қатты күшейіп кетті, онда шамамыз жетпеді. Жеребеді кейбір жерде ауыр түсті ғой негізі. Интер, Арсенал, Реал Мадрид дегендер неміз. Ауыр және әдемі түсті ғой бірақ. Енді бізге шоу керек, командаға басқа нәрсе керек, нәтиже керек дегенде ғой. Енді келесі жылдары біз басқаша ойлауымыз керек. Біз әлсіз қарсылас түссе екен.
деген ойда болуымыз керек. Брюггеге қарсы матч пен бүгінгі Арсеналға қарсы матчты салыстыратын болсақ, мүлдем басқаша атмосфера, мына бүгін нағыз чемпиондар лигасын көріп отырмыз. Сырт алаңда ойын бөлек. Сол ұйымдастыруға байланысты ма соның бәрі? Жоқ, одан бөлек енді ұйымдастырудан бөлек футбол командасы, Қазақстанның командасы осындай ірі стадионда, мысалға Жоржиньо, мысалға Әділет Сәдібековтер енді ойнамай ма, ол не факт мысалға да. Мынандай стадионда ойнау, Арсеналға қарсы ойнау, жарты әлем көріп отыратын білет, настрой деген нәрсе күшті болады. Одан кейін чартермен ұшып келеді, 5 жұлдыз қонақ үйде жатып, жаңағындай деңгейді көреді. Давай міне көрсететін жері. Содан кейін қазақстандық командалардың сырт алаңдағы ойындарды, осы Еврокубоктерді күшті ойнайтын содан негізі. Мынау жасыл алаң да әсер етеді, искусственный газон да әсер етеді, күннің суықтығы да әсер етіп отқан шығар. Мысалы, Астанада сол Олимпиакосқа баяғыда Кабананга қандай керемет голдар ұратын, Бенфика мен сырт алаңда Щеткиннің қандай керемет голдары, әдемі мүмкіндікті, Жолшиев қалай керемет, АЕК деген команданы 3-0 қылған баяғыда Таңат Нөсербаевтар. Мысалға, сол секілді Қайрат биылғы сезонда, биылғы маусымда сырттағы ойындарының 4-інде керемет ойнады. Бәрінде гол соқты. А өз алаңдағы ойындардың бәрінде гол соқты ма? Жоқ, Реалға соқпады. Пафосқа да соқпады. Пожалуйста. Сырт алаңда керемет. Олимпиакосқа да соқпады. Соның барлығы настройдан күшті, керемет ойыннан. Сонда өз алаңда бір-ақ гол ұрған, Брюггеге гол соққан, бір гол Әділет Сәдібеков. Қалғанның бәрін сыртта соғып келіп отыр. Сонда осының барлығы әсер етеді футболшыларға. Мынандай шетелдің стадиондарында ойнап үйренісу керек. Қазіргі қазақстандық футболшылардың барлығына да осы тәжірибе қатты қажет. Тәжірибе көп нәрсені шешеді Еврокубокте. Мынау Арсеналдың өзі де сұмдық қой. 8 ойынның 8-інде де жеңіске жетті және рекорд жасап отыр. Енді мына Чемпиондар лигасында бүгін бір қызық оқиға болды. Дәл осы жерде Ержан Көшкінбаев ағамыз бар, басқа жігіттер бар. Бір топ журналистер шығып келсек, ана теледидардан көрсетіп жатыр екен. Бенфика Реал матчын көріп қаламыз да. 94-ші минутта Беллингем айып соққысын жасайды, бұзып алады ойын тәртібін. Содан Эверснесті құлатады, сол Эверснесті көтереді. Сол кезде Анатолий Трубин деген украиналық қақпашы баспен келіп 94-ші минутта гол соғады. Жозе Мауриньо былайынан жүгіреді өзінің стилінде. Сөйтіп 24-ші орын алып, бір доп жетпей тұрған, 4-2 есебімен ұтып, Чемпиондар лигасының плей-оффына шығып кетті. Марсель шығып тұрған еді ғой бізде. Марсельді сол лақтырып жібердік. Марсельді лақтырып жіберді, сосын Реалды лақтырып жіберді ғой. Реал өзі 10-да 9-ші орын тұрған. 3-2 болса да. Бүгінгі матчта енді жеңілмесе 8-дікте тұрған еді ғой. 3-3 керек еді оған Реалға. Родригоны удалить етіп жіберді. Енді ол қазір ана Фенербахченен шығып кетіп Бенфикаға ұтылып, Бенфиканың бапкері болған жоқ па? Өткенде біз барған кезде. Реалға бармаса мен таң қалмаймын Мауриньоны. Трубинді әкеп алады. Аферистігі бір кісіден артылады ғой жалпы негізі. Осындай қызық оқиға болуы мүмкін. Ал енді Анатолий Трубиннің голы примерно қазір менің есептеуім бойынша 11,5 миллион евроның голы болып тұр да. Қалай есептесеңіз оны? Плей-оффқа шығып отыр ғой, бонус алып отыр. Енді ол плей-оффқа шыққаннан кейін тағы 2 ойын кемі ғой бұл сонда. Кемі 2 ойын ойнайды. Және бір қызық айтайық, плей-оффта қайтадан Реалға және Интер Миланның екеуін біреуіне түсуі мүмкін. Мына жақта Будигилимт екеуі көршілес болып тұр. Енді Бенфикаға тура қазір бәрібір. Реал, Мадрид па, Сити ма, Интер ма, пофигу болып тұр ғой. Енді шығып алды ғой ең басты. Қазір тура қазір оны ойлап жатқан жоқ. Любойын айырайын деп тұр қазір. Сұмдық жасап тастады ғой негізі. Болды, Бенфика бітті деген кезде іліп жіберді ғой. Қайтыс болудың аз алдында тұрған команда еді ғой жалпы. Қарабақтан жеңіліп бастады ғой. Сондықтан міне футбол деген сондай. Енді қазір ол Бенфика қазір Реал Мадридке түссе, оны тағы ұтады ана Мауриньо. Сөйтіп шұрып жіберуі мүмкін. Немесе Интерге түссе де Интерде шұрып жіберуі мүмкін. Ол енді терять нечего кетіп тұр ғой. Кайфына кіріп тұр. Қазір артқа шегінерге жол жоқ. Сондықтан білгенін істеуі мүмкін. Чемпиондар лигасының осы форматы сұмдық енді керемет деген сөз ғой. Керемет болғанда енді мынау соңғы тұрған бір 7 командаға, 7-8 командаға мүмкіндік менің ойымша. Енді бұрын топтық кезеңде мысалға 8-8-ден 16 командаға соның бір примерно менің ойымша бір 11-12-сі шығып қоятын. Соңғы тур алдында. Өйткені 9 ұпай, 12 ұпай жинағандар автоматом шығып кететін. Сондықтан осындай жағдай. Бір өкініштісі осы Арсенал Қайрат матчын көріп отырып, қалған матчтардан қапы қалдық та біз. Әйтпесе өте көп қызық болған екен. Жоқ, мен негізі бәрін бақылауда ұстап отырдым, шын айтқанда. Контрольда ұстап отырдыңыз ба? Мынандай қызық оқиғалар болып жатты негізі. Мысалға, Сен-Жилуа деген команда бар ғой. Сол 80-75 минуттарда гол соқты.
бірден ұрып Аталантаны ұтып жатқан кезде ол керемет мүмкіндік болды. Кіріп кететін. Өйткені қасындағы Марсель, Пафос, Будеглимт, Қарабах, Монако деген командаларды жағдай қиын болды. Енді мына қазір менде үлкен бір дау туындап отқан бір матч бар. Монако мен Ювентус ойнап жатады. Ювентус 13 ұпаймен 13-ші орында тұр ғой жалпы. Тең нәтиже былай да былай жетіп тұр. Монако 10 ұпаймен түбі өмір сүріп кететінін біліп тұрды да, ол да тең нәтиже. Договорняк. Былай қарасаңыз, енді 3 гол 4 гол ұратындай командалар ғой әшейінде. Ничего ойнап, екеуі де риза, құда да тыныш, құда жөде тыныш шықты. Вот іздеуге, зерттеуге болатындай жағдай. Енді Әзербайжанның біздің бауырлар Қарабақ командасы 10 ұпаймен қалды, 22-ші орында. Сәл кішкене қауіптірек болды енді бір кейбір жерлер, бірақ енді қалатын түсінікті болды. 6-0 есебімен Ливерпульден ұтылып, мінекей плей-оффқа шықты. Әзербайжанның командасы. Түркияның, біз енді 3 түріктің командасы деп кеше айттық қой. Ағылшындарға қарсы. Галатасарайда ұтылды, бірақ 10 ұпаймен ол да қақып кетті. Қарабақ пен Галатасарайдың жағдайы бір болып тұр қазір. Мен таңғалдырған Аталанта командасының сылбыр ойнауы 2-ші құраммен шықты негізі. Сөйтіп 70-60 минуттарда Шарль де Кетарлары шықты, Скамачи шықты, Аруна Лукманды алып тастады, сөйтіп барып ойнағысы келді, бірақ уже поздно болды, бірде-бір қылса нормально еді жағдай 14 ұпаймен. Білмеймін, оған ұмтылмады. Сосын Интер командасы негізі Боруссия Дортмунд гол соғып отты, әжептәуір, бірақ сонда да нәтиже жетпеді. ПСЖ-ның да сонда Ньюкаслмен өте сылбыр ойнап, екеуі соседний болып 14-14 ұпайдан жинап, өздеріне тым қатты сенімді болып тұрды. Ар жақтан плей-оффтан біреу шықса, оны спокойно ұрып аламыз деген оймен шығып тұр. Ал мына алғашқы 8-дікке менің ойымша мына Спортинг деген команда не істеп жүргенін түсінбедім. Спортинг жүр соның ішінде. Ол Қайрат көмектесіп жіберді. Қайраттан үш ұпай алған. Сонда енді Арсенал, Бавария 1-2 орында, Ливерпуль, Тоттенхэм, Барселона, Челси болып кетеді и Риск Спортинг болып кетеді осы жерде. Содан кейін Манчестер Сити. Мысалға Реал Мадрид, Интер деген командалардың біреуі, ПСЖ деген сияқты біреуі 8-дікке кіру керек еді Спортингтің орнына. Мыналар енді кез келген командадан жеңеді деп ойлаймын. Бір сенсациядан болып тұрғанда. Жақсы осындай қызық. Жалпы, төменгі жақтан сенсацияны айтатын болсақ, мына Қарабақ, Будеглимт кірді, мына дебютант Бенфиканың енді жаңағы чудо йогурт болды. 94-ші минутта қақпашы болды. Өткен жылы қақпашы соғып отыр ғой. Осыдан 2 жыл бұрын тура осыған ұқсас оқиға болған. Лационың қақпашысы Иван Проведель Атлетико Мадридке Яноблуктың қақпасына баспен гол соққан. Сол сияқты оқиға оның алдында АПЛ-да Алисон Беккер гол соғып Ливерпуль чемпиондар лигасына шығарып тастаған жоқ па? Сосын сол маусымда Ливерпуль чемпион атанды кейін. Сонда енді жалпы қиын қызықты жағдайлар болып тұрады. Бұл енді жеребе тартылады. Алда жұма күні кімге қарсы ойнайтыны белгілі болады. Соққы және гол YouTube арнасында міндетті түрде жеребеден кейін видео шығады. Оны көріңіздер. Ал біз Соққы Лайф YouTube арнасында осылай Ерекенмен бас қосып отырғанымыздың себебі ыстық кезінде соғып қалайық деген ой. Рахмет осылай пікір білдіріп, эмоцияңызды бөліскеніне. Енді адам Эмирейтске келіп басқа Реал Бенфика матчын көреді екен-ау, ол да бір қызық екен. Енді келіп жүрген жеріміз, көріп жүрген стадионымыз дегендей, сондықтан басқа да ойындарды көрдім, ол да қызық болды. Өйткені енді бір көзімен Қайратты қарап отырдым, бір көзімен жан-жақты қарап отырдым дегенде сондай болып тұр. Жалпы чемпиондар лигасының соңғы туры болғаннан кейін көрдік қой, амал жоқ. Сіздер қай ойынды тамашаладыңыздар және сол ойынға қатысты пікіріңізді комментарийде жазып кетіңіздер. Ереке көп рахмет. Осылай Ереке видео түсіріп жіберейік. Халық сіздің пікіріңізді білгісі келеді деген кезде бол деп бізбен бірге осылай соққыда пікіріңізді айтқаныңыз үшін көп рахмет сізге. Ермұхамед Мәулен, Әлімжан Асқар, Соққы Лайф YouTube арнасы міндетті түрде тіркеліңіздер және соңғы турға қатысты пікіріңізді жазып кетіңіздер. Бәрін оқып шығамыз. Ал Фон Тим арнасында хайлайттармен видеоны тамашалаңыздар. Сілтемесі төменде.